Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Балқаш қалалық тарихи-өлкетану музейі сіздерге 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы саяси репрессиялар, ГУЛАГтың Балқаштағы көлеңкесі тақырыбындағы өлкетану сабағын сұрып отыр. Сабақты жүргізетін мен, музейдің аға қызметкері Қожақов Дәулет Асанханұлы. Құрметті оқушылар, біздің бұл тақырыпты таңдап алу себебіміз бекер емес. Өйткені биыл 2020 жылы мынау 20 ғасырдың 20-50 жылдардың арасында Кеңестер одағында орын алған саяси репрессияларды іске асырудың кеңестік аппараты ГУЛАГтың құрылғанына, және осы ГУЛАГтың мынау Қазақстандағы ең үлкен бөлімшесі Карлактың құрылғанына 90 жыл толып отыр. Анықтап айтатын болсақ, мынау ГУЛАГ, мынау лагерлерді басқару басқармасы 1930 жылы 7 сәуірде құрылған. Ал енді Карлаг 1930 жылдың 19 желтоқсанында құрылған еді. Ал енді бұл лагерлердің пайда болуының қандай тарихи себептері бар? Оның себептері екеу. Біріншісі, өздеріңіз білесіздер, 1925 жылы коммунистік партияның 14 съезінде Кеңестер одағында жаппай индустрияландыру саясатын іске асыру бағдарламасы қабылданды. Осы саясат бойынша артта қалған Кеңестер одағын алдыңғы қатарлы индустриялық европалық елдердің қатарына қосу жаңында мақсаты қойылды. Ал енді индустрияландыруға қажетті Кеңестер одағында ол кезде қаржы жағынан болсын, және басқа жағынан болсын потенциал болған жоқ. Және осы индустрияландыру саясатын жеңілдету үшін оны арзан жұмыс күшімен қамтамасыз ету керек болды. Міне осы мақсатта, осы индустрияландыру саясатының кезінде Кеңестер одағының әр бұрышында пайда болған ірі өндіріс орындарының қасында арнайы еңбекпен түзеу лагерлері пайда болды. Ал енді екінші бір себебі, бұл осы Кеңестер одағында 20 жылдардың екінші жартысында орындалған ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясатына да байланысты еді. Өздеріңіз білесіздер, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясаты партияның 1927 жылғы 15 съезінде қабылданды. Міне осы ұжымдастыру саясаты бойынша Кеңестер одағында 100 мың ауқатты адамдар сталиндік репрессияның құрбанына айналды. Міне осы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясатына байланысты жаңағы репрессияға ұшыраған адамдар өздерінің туған жерлерінен қоныс аударуға тиіс болды. Және осы қоныс аударылғандар мынау Кеңестер одағының әрбір бұрышында жаңағы айттық қой, ірі өндіріс орындарында салынған пайда болған лагерлердің тұтқындарына айналды. Және бұл тұтқындардың негізгі мақсаты, тұтқындарды осы жерде лагерлерге ұстаудағы негізгі мақсат, бұл осы жаңағы салынып жатқан ірі өндіріс орындарын арзан жұмыс күштерімен қамтамасыз ету керек болатын. Бұндай лагерлердің Кеңестер одағында 900-ден астам жаңағы бөлімшелері болды. Жаңа айтып өттік, осы лагерлердің ең ірісі, біздің Қазақстандағы ең ірісі, ол Карлаг болатын. Ал енді Карлагты құрылуындағы негізгі мақсат, мынау сол кездегі орталық Қазақстандағы көмір және түсті металлургия ошақтарын жаңағы ауыл шаруашылығы өнімдерімен және арзан жұмыс күшімен қамтамасыз ету болатын. Осы үшін, мысалы, Қарағанды көмір бассейнінің қасында, Жезқазған мыс зауытының қасында, сөнген Балқаш мыс зауытының қасында және басқа да жерлерде көптеген осы Карлагтың бөлімшелері құрылды. Міне осындай Карлагтың ірі бөлімшелерінің бірі, Балқаш сол кездегі құрылысы басталған Балқаш мыс зауытының жанында 1934 жылы пайда болды. Оның жаңағы ресми атауы Карлагтың нөмірі 20-шы бөлімшесі деп аталғанмен, жалпы мынау тарихи әдебиеттерде Балқашлаг немесе Бертістақ деген атаумен белгілі болды. Бұл енді Балқашлаг негізінде бұл басында 650-700 адамға арналып салынған болатын. Бірақ бұл лагерде 3-4 мыңға дейін адамдар отырды. Бұл Балқашлагқа жаңа айтып өттік қой, әртүрлі тағдырлы адамдар жаңағы тұтқында отырды.
Лагерде ер әйелдер қатар отырды. Олардың ерлер мен әйелдердің арасындағы лагерлердің арасын күйдірілмеген қыш саман кірпіштен салынған қалың қабырға ғана бөліп отырды. Ер адамдар мынау заводтың және қаланың құрылысында жұмыс істесе, мынау лагердегі әйел адамдар негізінен сол мынау кірпіш заводының және қаланың кейбір құрылыс жаңағындағы объектілерінде күніне 10-12 сағаттан ауыр жұмыс істеуге мәжбүр болды. Егер де мысалы осы балқаштың құрылысына ерікті келген жұмысшылар табиғаттың қадал жағдайына байланысты кейде жұмыс графиктерін өзгертіп отыратын болса, ал енді бұл тәртіп осы мынау лагердің жазықсыз жапа шеккен, лагерде жазықсыз жапа шеккен жаңағы тұтқындарға жаңағы таралған жоқ. Олар табиғаттың қандай жағдайында болсын жұмысқа шығуға тиіс болды. Бұл лагерге, бұл жаңағы Балқаштағы лагерге соғыстан кейін нөмір 37-ші жапондық соғыс тұтқындарына арналған лагерде қосылды. Сөзіміздің сонда айта кететініміз, Балқашлақтың жазықсыз жапа шеккен тұтқындары біздің мынау Балқаш мыс заводының, Балқаш қаласының құрылысына өздерінің жаңағындай ерен еңбектерімен үлесін қосып, аймақтың мынау тек қана республикада ғана емес, мынау кеңестер одағындағы ірі өндірісті аймағына айналуына өздерінің үлестерін қосты. Құрметті оқушылар, біздің Балқаш қалалық музейде осы Балқашлақтың тұтқындарының күнделікті тұрмыс тіршілігінен хабар беретін көптеген жәдігер құжаттар орналасқан. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, біріншіден бұл жаңа бассүйегіміздің басында айтып өттік, ГУЛАГтың жүйесіне кеңестер одағы бойынша 900-ден астам лагерь келген деп. Міне осы лагерлердің картасы ілулі тұр осы жерде. Бізге бұны литовецтер осы Балқаш лагерінде отырған, солар бізге жаңағыдай әкеліп сыйға тартты. Содан кейін мынау Балқашлақтың ғимаратының кейбір фрагменттері, мынау саман кірпіштер, мынау темір торкөзді терезелерді осы жерде орын алған. Мынау мысалы қарасаңыздар, мына термосқа ас құйып, мынау жұмыс басындағы тұтқындарға тамақты осылай жеткізіп отырған. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау тұтқындардың жеке карточкаларда осы біздің мынау экспозицияның көрмесінде орын тепкен. Мынау музыкалық инструменттерге қарайтын болсаңыздар, мынау скрипка мен гармонға. Мынау лагерь тұрғындарының жұмыстан бос уақыттарында жаңағыда өздеріне қажетті мәдени шараларды ұйымдастырып отырған көресіздер. Мына жерде қарап отырған суреттерге қарасаңыздар, осы Балқаштағы тұтқын болып отырған басқа жақтан келген жаңағыдай жазаға ұшырағандармен осы біздің Балқаштың мынау сталиндік репрессия сұраған балқаштықтарында сурет өшірілген. Мысалы айтатын болсақ, мынау Балқаш құрылысын бастаған Ивановтың командасы түгелдей осы репрессияға ұшырап, түгелдей атылып кеткен болсын. Міне қарап отырсаңыздар, олардың да суреттері осы экспозицияда орын алған. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Балқаштақтың жанында Карлактың тағы бір бөлімшесі нөмір 37-ші соғыс тұтқындарына арналған лагерь ашылады. Бұл лагерде осы соғыста тұтқынға түскен жапондықтар отырады. Мынау осы лагерде отырған жапондықтар мынау елуіншілердің басына дейін өз елдеріне қайтқанша Балқаш қаласының құрылыс алаңдарында жұмыс істеп, қаламыздағы көптеген тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың бой көтеруіне өздерінің үлестерін қосты. Мынау лагердің ауыр жағдайына шыдамай, жапондық тұтқындардың көпшілігі осы жерде қайтыс болды. Осы жердегі жаңағы Балқашлақтың арнайы бейітіне жерленді. Мынау тәуелсіздік алғаннан кейін, мынау Қазақстан мен Жапонияның арасындағы мемлекетаралық келісім бойынша осы жерде жерленген жапондық тұтқындардың туыстары өздерінің туыстарының мәйітін елдеріне алып кетуге рұқсат алды. Алайда мынау заводтың мұржаларынан шығатын түтіннің күлдері көмілетін полигон жаңағы Балқашлақтың бейіті орналасқан жерде болуы себепті бұл бейіттер сол күлдің астына көміліп қалды. Сондықтан да жаңағы жапондық тұтқындардың, қайтыс болған тұтқындардың артынан іздеп келген туыстары өздерінің осында жерленген туыстарының мәйітін өз елдеріне алып кете алмады. Құрметті оқушылар, осымен біз бүгінгі өлкетану сабағын аяқтаймыз. Сау болыңыздар.